Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бүгін керемет бір есеп 521-ден 637 дәрежесі сосанды 17-ге бөлгендегі қалдық неше дейді. Бұл есептің кереметтігі, бұл математикалық ырғатты мұғалімдер үшін олимпиадада кездескен есеп екен, және бұл есепті шешу барысында олимпиадаға дайындық кезінде көп көмек тиген олимпиада есептерінде шығаруда. Енді бүгін ферма теоремасы, ферманың кіші теоремасы туралы шамалы ақпарат беріп өтемін осы есептерде. Так, енді бастайық. Бірінші бастаған оқушылар үшін күрделі болмау үшін біз санның қалдығы туралы шамалы мәлімет беріп өтіп кетейін. Қалай табылады? Санның қалдығы дегеніміз не? Мысалы, А санын Б санына бөлетін болсақ, R1 қалдық қалса, және Б санын бұны осылай белгілейміз модуль бойынша. С санына Б санына бөлгенде R2 қалдық қалатын болса, онда R2. Бұл жерде қалдықты белгіленуі, бұл бірінші кіргендер үшін түсініксіз болмасын. Енді бұл А, Б сандар дегеніміз кәдімгі өзіміздің пайдаланып жүрген натурал сандар. Ол мысалы 13-ті 4-ке бөлсек 3 плюс 1 қалдық қалады. Сол қалдық дегеніміз мынау R1 деп белгілеп атқанымыз, R2 деп белгілеп атқанымыз. Қалдық еш уақыт берілген саннан артық болмайды, берілген бөлгіштен. Енді бұл жерде қарай, қандай қасиеттер бар? А және С сандарды қосатын болсақ, А және С санын қосатын болсақ, А плюс С, бұл жерде бұны жақшы сыртынан шығарсам, К плюс М плюс R1 плюс R2. Яғни қалдықтар қосылады. Осындай қасиеті бар. Модуль түрінде жазатын болсақ, А және С санының қосындысы R1 қалдық пен R2 қалдықтың қосындысына модуль бойынша Б. Осылай жазылады. Және А және С санын көбейткен кезде, берілген 2 санды көбейткен кезде, оның қалдықтары көбейеді. R1 мен R2 көбейеді. Модуль бойынша модуль Б. Және мынандай қасиеті бар, дәрежеге көтерген кезде А-ның дәрежесі, кешірістер мына жерде үш. Так, дәрежесі М дәрежесіне көтеретін болсақ, R1-ді М-ге көбейткен, дәрежеге көтерген модуль Б. Осындай қасиеттер бар. Енді осы қасиеттерді пайдаланайық, келесі есепті шығарайық. Біз, яғни бұл жерде әртүрлі әдісті пайдалану болады. Мен ферма теоремасын пайдаланайын дедім, ферма теоремасында түсіндіріп кетейін дедім. Ферманың кіші теоремасы А-ның П минус 1 дәрежесі модуль, яғни қалдық бір қалады дейді. П дегеніміз бұл жерде жай сан. Сол нәрсені еске алу керек. П дегеніміз ол жай сан. Жай сан дегеніміз білеміз өзіне және бірге бөлінетін сандар. Мысалы 2, 3, 5, 7, 17 деген сияқты. Бізде мына 17-міз ол жай сан. Сол үшін ферма теоремасын пайдалана аламыз бұл жерде. Енді ферма теоремасын қолданатын болсақ, яғни 521-дің П минус 1 дегеніміз мына 16. П минус 1 дегеніміз 17-ден 1-ді азайтсақ, модуль бойынша 17. Енді бір қалдық қалады деп тұр ферма теоремасы. Яғни біз 521-дің 16 дәрежесін бірден есептедік. Енді бізде егер 521-дің, мысалы 521-дің 160 дәрежесі десе, онда проблема жоқ еді. Мынаны 10 дәреже көтеретін едік. И мынаны да 10 дәрежеге көтеретін едік. 1-дің 10 дәрежесі бәрі 1. Сонда біз айтатын едік қалдық 1 деп. Модуль 17. Алайда бізде ондай нәрсе емес, бізде 637 дәреже болып тұр. 637 дәрежені табу үшін біз бұлай істейміз. Так, 16 көбейту 39-ымыз, 16 көбейту 39-ымыз бізде береді 624-ті береді. 624-ті береді. 624-ті беретін болса біз, яғни 521-дің
624 дәрежесін тапқан болсақ, бізге 37 болу үшін әлі 13 дәрежені есептеуіміз керек. Сонда кешесіздер. Так. Сонда бізде болады, сонда 13 дәрежені табу керек. 13 дәрежені қалай табамыз? Есептейік. 521-дің бір дәрежесі бар. Онда 11 қалдық қалады. 11 қалдық. 521-дің 17-ге бөлетін болсақ, 521-дің 17-ге бөлетін болсақ, 11 қалдық қалады. Енді бұл жердің квадраттайтын болсақ, 521-ді квадраттайтын болсақ, яғни 11-дің квадраты 121. 11-дің квадраты. Яғни мұнанда квадраттан, мұнанда квадраттан 121. 121-ді 17-ге бөлетін болсақ, біз айтамыз 7-ден берсек 70, 119. 119. Енді бұл жерде 2 қалдық қалады. Көріп отырмыз, 2 қалдық қалды. 2 қалдық қалса, енді бізге 1, 2 деген сандар, ыңғайлы сандар дәрежені көтеру үшін. Бізге 13 дәрежені табу үшін бізге қанша? 6 дәрежені көтеруіміз керек. 6 дәреже, 12 дәрежені бір табайық. 6 дәрежеге көтеретін болсақ, онда бізде 521-дің 12 дәрежесі болады. Бізде 13 қалдық болады екен. Қарайық, 2-ның 6 дәрежесі. 2-ның 6 дәрежесі. 2-ның 6 дәрежесі болады. Ол 64. 64-ті мен 17-ге бөлетін болсам, 3-тен берсем 551. Яғни 13 қалдық. Енді қарайық. Біз таптық 624, 12-ні таптық. Енді 13 бізге керегі 13 дәреже керегі де негізі. 13 дәрежені табу үшін біз бұлай істей саламыз. Бірінші теңдеумен, мына тұрған бірінші теңдеумен, мына тұрған екінші теңдеу 2-ні көбейтсек, бізде болады 521-дің 13 дәрежесін береді. Мынада 1 дәреже, мынада 12 дәреже. 2-ні көбейтсек, 13 дәрежені береді. 13 дәреже. Ал қалдықтарды көбейтсек, 11 мен 13-ті көбейтсек, 143-ті береді ол. 143-ті 17-ге бөлетін болсақ, бізде болады 8-ден берсек, 6, 5 ойда 80, 336. Яғни 7 қалдық қалады. Бізде 7 қалдық қалды. Енді жауапты жазайық. Біз айтамыз, мына жерде 521-дің 13 дәрежесінде қалдығымыз 13, модуль 17 бойынша. И жазамыз, мына 2 теңдеуді көбейтетін болсақ, білеміз, теңдеуді көбейткенде дәрежелер қосылады. 521-дің 637 дәрежесін береді. Бізге қажетті. Және кешесіздер, мына жер 13 емес. Бұл жер 7. 1 мен 7-ні көбейткен кезде 7 қалдық. Модуль 17 бойынша. Сонымен жауапты жазайық. Жауабымыз 521-дің 637 дәрежесі 7 қалдық. 17-ге бөлгенде. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, сабақ ұнаса лайк басып, сұрақтар болса комментарийға жазамыз. Рахмет.